отыра қойып. Ал енді мына құда болсаң шыда дейді. Мына Меңдіқара деген аудан өзі бір Қостанай емес, көпшілік қазақ білетін аудан ғой. Сіздер келдіңіз талай ағалардың тойында болып, талай балаларды үйлендіріп, өзі бір қазақи ауылдар бар ғой, Қанатқал, Құлжықай, Теңіз, Жарқайың. Өзі де дәл үстінің ортасына. Бәрі қазақи ортаға дәл түскен екен. Кедейлердің ордасы, е? Мына енді сіздерде де өнер бар, сіздерде де талай жігіттер шыққан, мықты-мықты, талай қыздар шыққан, мәдениетті, тәрбиелі, өнегелі, әндесі әндір айтып беретін, сөйлесе мәдениетті сөйлеп беретін. Неужели мына құда-құдағайлардың ішінде бір күшті өлең айтып беретін бір кісі жоқ? Ай, мәсе өзімді біліп тұрмау мен. Мен өзі тәргеппін ғой, апай, е? Енді сіздер айтпағанда сіз маған тиесен екенсің, е? Тамада сен жоқта дұрыс жүргізбей айтсың. Қайырбек ағам, әне тама, домбыра, гитара, пианино. Апа, сіз айтпайсыз ба? Қай есіміңіз? Есімі? Әлбек құда, мына енді сөзі шірек, біз келіп, әндетіп, билетіп, біз жұмыс жасай береміз ғой. Бірақ негізі құдалардың ішінде де ауыл дауысы мықты әншілер болады. Ағайын осы ортасында. Сол кісілерде дауысты естігіміз келеді. Мүмкін бізде де жай шығар. Бұл кісілерді біз мүмкін тіпті ұялып қалатын шығармыз. Сосын тойын соңына қарай береміз сөйтіп. Ай өзіміз айтып алғаннан кейін. Ал енді әлбек құда, мына отырған өзіңіздің құлай болсақ қолдарыңызға, мынадай керемет жандарға өзіңіздің бірге тойда жүрген ағайын туыс ортасында бір ән шырқап жіберіңізші. Ал аға. Әнші емессіз бе? Алтайдың әжамын келген атын. Қимайтын жан екенсің жадияға, алқан оқез болдың ғой табиғаты шіркін. Өкпелдер жандарың-ай, жас дейдір жанбалың-ай, қалдым атын қалмай қарағым-ай. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанармадым, еріксіз қалған саған ән арнадым. Сүйсіндім сымбатыңа, адамына, ұқсаттым асқардай маралыңа шіркін. Өкпелдер жанарың-ай, жас дейдір жанбалың-ай, қалдым ақылға қалмай қарағым-ай. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанармадым, еріксіз қалған саған ән арнадым. Алтайдың ар жағына келген ару, жалт етіп қарағаным кемге дәу шіркін. Өкпелдер жандарың-ай, жас дейдір жанбалың-ай, қалдым ақылға қалмай қарағым-ай. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанармадым, еріксіз қалған саған ән арнадым. Ай, бәрекелді. Құда келіңізші. Мынадай тойбастар құдаша бүйіп түсіп қалыпсыз. Байлама. Бәрекелді. Рахмет аға. Аман болыңыз. Ал бәрекелді болса, ағамыздың дауысы бар екен, а? Кезінде Жарқайың қысқарасыз ба? Кезінде Жарқайыңда қойбағызбен шыққаныңдар ғой. Сөзі шығып, аяғы бәрімізді сол домбырамызға алып қойбағатпыз ауылда. Қой кезек деген тема бар қолда. Сөйтіп, мына бірінші алған арқасы, екінші халықтың арқасы осы тойда жүргенбіз. Негізі ауылда өстік қой бәріміз. Ауылда өсіп, қойбағып, далаға шығамыз, ешкім естімейді, аузымыз шығып жатыр ма, шықпай жатыр ма, әйтеуір үйренесіз сояқта. Сөйтіп, әнші болдық, ұялмаған әнші сөйтіп мінекей. Сіздер орталарында жүргеніміз осы бірінші айтып алған арқасы,
еңбекші халқымыз, сіздердің арқаларыңыз. Сіздер аман болсаңыздар, біз аман боламыз. Біздер той болады, аман болыңыздар, той боласыз. Ана асығыс жоқ қой, иә? Уақыттар өзіміз болмады ресторан, иә? Көрші оян келіп қиын болады маған бар ғой, енді бір мықты бір жігіт керек. Менікіндей бойы бар, менікіндей түрі бар. Әйелінен қорқпайтын, қорқса да білдіртпейтін сондай бір жігіттер керек. Кім бар мықты? Мықты бір жігіт шықсыншы, мына жігіт шықсыншы, мына жігіт шықсы келіп тұрасың. Келші, мінеке, қосып өтірпаңыздар. Осындай бір мықты жігіт керек, маған тағы қысқа нұсқа бір 5-ақ минут, көп уақыт емес. Сосын және Әлішердегі шыққанда бір здоровый жігіт керек. Бойы десе бойы бар, ойы десе ойы бар, денесі бар. Әлішер қайда? Елідан маған Әлішер жеткізінші шыққан бәрі. Сосын мына жерде енді бір құдалар мазалай берген ет болатын шығар сіздер қайда, иә? Дұрыс па? Құдалардың ішінде бір әзілді салатын, әзілі орынды бір құда бола ма ішінде? Басқа өзі келді ма? Кешіріңіз. Құда молодец. Осы кісінің маңдайына риза болуымыз сөзі ішіне. Мына кісі кішкене анау ащы терін алып тәрбиелету керек. Иә. Әлішер келсін. Әлішерді жақсы қарасай. Действительно, бой бар, дене бар, уверенно жүреді байқадыңыздар ма? Біз сияқты емес әйтеуір. Уверенно. Аға не болды, қане кеттің? Так, келді, отырып тұрсын жеке. Құда, ана жеке отырыңыз. Кім қайда? Құда бүгін мына жерде жалғыз ба? Құдағи жоқ па? Құдағи бүгін құда холостойда? 5 баш. Алып қалыңдар құданы. Только бастан өздерді. Отырыңыз. Так, құда, сізді көп мазаламайын, соңында бір сұрақ қоям, сонымен болды, мына жақтан бастай берейін. Так, Әлішер, сіздің әйеліңіз қайда? Жүкті. Не істеп жүрді? Баламен. Баламен, да, жақсы. Так, аға, сіздің әйеліңіз? Осында? Атыңыз кім? Бұдығыз. Сіздің атыңыз? Ерлан. Кім дейсіз? Ерлан. Ерлан Ботагөз, да? Жақсы. Сізге сұрақ. В казахском алфавите сколько букв? Алфавитте қанша әріп бар қазақтың? 42. 42, молодец. Самая любимая буква? А. Дұрыс па? А ма, ә ма? А. Все. Так. Әлішер, орыс алфавитте қанша әріп бар? В русском алфавите сколько букв? 28. Оққан білімі бар. 28 дейді. Қанша? Құда? 33. Запомнил? Самая любимая буква? Ж. Ж. Жена? Жұмабек. Жұмабек. Так, сізге Жұмабек болмай. Былай болсын. Дайынсың ғой? Бол, дайын болсаңыз баяқтың дәрші. Так, құда, сізге әріп бермей ештеңе, сіз просто отырыңыз. Наблюдайттап, мыналар қалай жауап береді маған. Сізге соңында бір сұрақ қоям, сол сұраққа жауап бересіз да, сонымен бос болды. Бесплатно приз аласыз да кетесіз. Келістік па? Хорошо. Болды. Так, Әлішер, дайын болсаңыз, ваша буква? Ж. Ж. Теперь слушай внимательно. Я задаю вопросы, вы должны отвечать на мои вопросы. Ответы должны быть на букву Ж. Понял? Жақсы болса кеттік ал. Так, атың кім? Жұмабек. Жұмабек. Қай қаладан келдің, Жұмабек? Жетіқара. Молодец. Қандай машинамен келдің? Жак. Жак.
Молодец, сөз тапқанға қолқа жоқ. Бүгінгі тойға Еридан мен Айгерімге қанша ақша келді? 100 мың. 100 мың. Конверт ашып қараңдар. Аха. Баяғыда дәлже, неше әйелім бар? 7. О! Ага. Самая любимая жена. Все, приехали. Вот. Кім, братан, кішкене жылжисың, мына жерге сыймай жатыр. Так, Ерлан Мырза, ваша буква. А. Жену зовут? Аягөз. Ондайды қойсайсың, зачем? Біз ағалар бар, 40-тан асқаннан кейін осындай болады осы. Қорықпаса, әйеліне қорқасың ба? А что тогда? Все нормально? Ботагөз. А, болды, кеттік. Так, буква А. Дәл солай жылдам-жылдам жауап береді, жақсы ма? Поехали, как зовут вас? Арман. Арман. Арман, из какого города приехали? Алматы. На какой машине? Альфард. Альфард. Молодец. Ага. Во сколько приехали? Алтыда. 6-да. Когда собираешься уезжать? Алтыда. 6-да таңғы. Бүгінгі тойға сколько денег привезли? 6 мың. 6 мың. Жену как зовут? Алтынай Ая. Жақсы. Неше әйелің бар? 6. 6. Алтынайдың қай жерін айтты саған? Болды, приехали. Қошемет оқыңыздар. Так, құда, бірінші турдан автоматически өтіп атсыз, құтты болсын. Ішімсіздікке жоқ па? Нормально, отыра бердім сонда. Так, жігіттер, поехали дальше. Кімнен бастаймыз? Кімнен бастаймыз? Құдадан? Жақсы, құдадан болса, құдадан болсын. Құда? Құда болсан шыда. Ана айттым ғой, бірақ сұрақ қойып, сол сұрақпен кетесіз деп. Құда, жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы. Құда енді четко, уверенно сөйлеңіз, аспан. Бүгін той өзіміздікі, ресторан өзіміздікі, Қазақстан өзіміздікі. Что там, да? Терять нечего нам. Ел үшін алға. Ал құда, бірақ сұрақ, как я говорил, өзім бірақ сөйлеген жақсы көреміз. Бір айтам, сонымен болды, үзілді кесілді. Ал құда, бүгін тойдың аяғында сағат 7-тен кете осы нәрсені қарап алыңыздар, жаным дұрыстап. Кімге сыйлайсыз? Қарашаға сенен. Құдашаға, хорошо. Енді бір жігітті тауып алшы. Қай жігітке сыйлайсыз? Значит, ницца. Серік. Серікке сыйлаймын. За что, ага? Басталды параспойдың темасы. Кету керек. Секе, таксияны ақырып шыға беріп жүгер. Болды, аға. Отыра бердіңіз, камераларға білеміз. Так, Арман Мырза, вы готовы? Как пионер всегда готов. Как пионер имеете? Всегда готов. Все, поехали. Неге теріліп отырсың, переживаешь, да? Хорошо. Зря Алтынай сказал, десең. Ботагөз уже не смеется, Ерлан. Все, серьезно уже. Смотри. Так, поехали дальше. Дальше солай, уверенно. На Ботагөз не смотри. Оксын көзді қарасы, сразу потеряешься, сразу, отвечаю. Так. Никто не подсказывает. Арман Мырза. Осы нәрсе сізде бар ма? Жоқ. Не может быть, қалай жоқ? Не мужик, что ли? Так, стоп. Стоп. Тағы сұрайын. Осы нәрсе сізде бар ма? Жоқ.
Так, сіздер жай отырдыңыз, құдай Арман мырза, жұрттың бәрі күліп отыр сізге. Что такое деп? Еще раз спрашиваю. Осы нәрсе сізде бар ма? Үшінші рет айтып жатырмын. Жоқ. Жоқ. Где потеряли? Не терял. Туғаннан жоқ па? Қашаннан бері жоқ? Скажите. Полжылдың. С каких времен нет у вас? Вот 10 лет. 10 лет нету. Где забыли? Не помню. Ага. Осы нәрсе у Ботагөз есть? Нет. А у Алтынай? Тоже нет. Вместе торжественного. Хорошо. В будущем у кого думаете взять? Ни у кого. Ага. Осы нәрсе тағы кімде жоқ? Затрудняюсь ответить. Кімде бар, ладно. Осы нәрсе кімде бар? Менде бар ма? Возможно. Возможно, конечно, есть. Бәрекелді қошемет, сізде жоқ, Ботагөзде жоқ, Алтынайда жоқ, сізде 10 жыл бұрын жоғалған нәрсе, мына нәрсе. Попал, да? Қалай болғанда да ұстадық әйтеуір. Искусственный интеллект. Ага. Так, Әлішер, дайынсыз ба? Да. Жұрттың бәріне мазақ бол, жоқ деп. Сен не дейсің? Бар. Иә. Молодец. Так, поехали дальше. Никто не подсказывает. Әлішер, осы нәрсе сізде бар ма? Бар. Молодец. Нешеу? Төртеу. С каких времен? А? С каких времен? Полгода назад появились. А дома об этом знают? Я думаю, что видят. Молодец, Еркек. Жұмабек красавчик. Ага. В будущем кому вы пожелали бы или подарили бы? Еридану. Все, бітті ойын тоқтады. Осымен өкінішке орай бәрі бітті. У Серика есть? Есть. Молодец. Жұмабек. Молодец, твой отец. Қошемет оқпаңыздар. Сізде 4 нәрсе. Как полгода. Молодец, қошемет оқпаңыздар. Той қыласың. Ендеше ардақты ағайын. Жігіттерге мынадай керемет сыйлық. Кетіп қалмаңыздар. Құда отыра беріңіздер. Мен берейін сіздерге асықпай. Мынадай күшті сыйлық. Емере шөбере бар ма? Болсын. Құда, мынаны ала барыңызшы, сізге берейінші мына. Құдалық мыңжылдық болсын, Құда, сізге. Мына қоржынды да ала салыңыз. Енді шашу, Астанаға апарасыз. Келіңіздер жігіттер. Жұмабек, мына сізге. Мынадай дорбаға да ие болыңыз, той қыласың, тағы не берсем екен, мынадай. Зубна щетка. Так. Сен текте жүріп базар болдың, не? Мынадай керемет сізге. Мынау, тоже сізге келіңіз. Сосын мынадай зубна щетка. Бәрекелді, рахмет. Тағы да ойын болса көреміз, болмаса келесі тойдан өсіріп береміз. Рахмет, той боласың ағайын. А сейчас, дорогие друзья, дорогие гости, поднимаем бокалы и пьем. Жұмабек, за тоқал. Анда тағайын енді уақытта өз мәресіне жақындап келе жатыр.
Ruxsat etsinler Xudoylarni aralarınızda ahmet etmişler yok mu? Ayak siz. Aytmaysiz mi? Xudoy. Apa o'ylaysizmi? Bir kuchli bir padarik bor sizga degan. O'ylanda istaverib. Жақсы, Құдағайлар бар ма ойлайтады кісілер? Жоқ па? Ана үлкен Құдағай айтпай екен? Тағы бір айтпасын шақа. Құдағай. Сосын. Құдағай айтты сөйлесіңіз бәрін. Ал, рұқсат болса мынау, зәм-зәм бір Құдағай өзіңізден жақсы бір жұмақ болса да айтып беріңіз. Мен жақсы бір подарканы сізге ұсынып отырайын. Той қыласыз. Ал енді алтын Құдағайыңыздың орындауындағы алтын дауысты Құдағай орындайтын жақсы бір әсірме әннің атын өзі біледі. Olmadım жалғыз сені, мөлдір қалма көзіңді. Ұнатып жалға бермес, сұлу нәзік сезімді. Дала қандай болар еді, арманым қоян саған. Ару қандай болар еді, арманым, арманым. Айқа сөзім оқ сияқты, жүрекке түскен шоқ сияқты. Бірақ маған сенсіз өмір жоқ сияқты. Енді тастап қайта мені, іздедім ғой мен сені. Айтшы жаным, жазшы маған, сүйемін деп мен сені. Айтқан сөзім оқ сияқты, жүрекке түскен шоқ сияқты. Бірақ маған сенсіз өмір жоқ сияқты. Ай, бәрекелді. Құдағайларға бір қатты бір қошемет бола ма? Санжагүл Құдағай мынандай керемет сыйлық сізге бүгінгі тойдан, бүгінгі Ередан мен Әйгерім фирмасының атынан жақсы бір сыйлық. Той бастап. Ашып көрсетіп қойыңызға болады. Қошемет шапалақ. Бәрекелді Аягөз, сізге де мынандай керемет сыйлық. Бүгінгі өздеріңіздің балаларыңыз Ередан мен Әйгерім фирмасының атынан бесплатно. Опа! Бәрекелді, аман болса, дауыстарыңызда керемет болсын, күміс көмей әншілеріміз аман болсын, ендеше рұқсат болса, өздеріңіз үлкен бір қошеметтеріңізбен қатты шапалақ соғатын уақытқа келіп жеттік. Бүгін демнеке қуаныш иесі, аңыздырған иесі, Ғалия апамызды және де бүгін үйленіп жатқан
бақытты боламыз деп үлкен өмірге қадам басып жатқан жас жұбайлар бүгінгі Ередан мен Әйгерімді Ғалия апамызды сахна төріне өздеріңізді қошеметтеріңізбен қарсы алсақ қалай болады екен? Ал қане келіңіздер. Анамыздың қуанышы құтты болса, Алажан ойлап күлші ойында, болмасын қайғы ойын ойында. Бақытым деп бағалай, сен қуанып қаладай, ерекше сый жасайын тойымда. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қаладай, ой, бәрекелді. Амин апам, Серік ағам, Гүлжан бар, бұл кісілердің бәрі өзі жақын, бәрі бір үйдің адамы. Сондықтан мына жерде группа поддержкада шығып жатыр. Ендеше рұқсат болса, Жұмабек ағам мен Рима ханымды келісіңдер қарайым. Қазір енді өзі әр нәрсе уақытымен болу керек қой. Қазір билейміз, ән айтамыз, шай ішеміз, уақыт деген өтіп жатыр, өздерің көріп отырсыздар. Уақыттың байламы жоқ. Ағайын ағайын, ардақты Ғалия апа, бүгін қуаныш той өзіңіздікі. Сәл жүзімізді бұрып отырайықшы ағайын. Ал Ғалия апа, бүгінгі той қуаныш ұзағынан болсын. Мына балаларымызды құттықтап, мына өзіңізбен құда болып жатқан мынадай ақ жарқын, жүзі келіскен, жайларлы, ақылына көргі сай құдағиыңыз бар мінекей. Мынау жерде салмақты сабырлы құдамыз отыр. Сол кісілерге бір жақсы тілегіңізді айтып, жақсы сөзіңізбен бір құттықтай берсеңіз, Ғалия апа. Ал енді құрметті қауым, құда-құдағи бөлелерді отырмаға шығарып отыр. Енді құда-құдағи енді бүгін 100% уже құда-құдағи болдық. Уже железно дегендей. Бәрі құтты болсын. Мына екі жас Әйгерім мен Ереданың менің қызым, әнеуінен айттым қызым деп, келін деп бақа айтпай қойын, бақа. Мына ұлым Ередан. Екеуі бақытты болсын, шаңырақтанып күтілген биік болсын дегендей. Енді айтып кетейік болатын шығар, бір жылдан кейін мен де осылай немере сүйіп, немере көрейік, бәрімізді екі жақтап. Амин. Баға деп қой. Енді мені тілеуге болады. Осы отырған бәріңізге де осындай той бола берсін. Үйленбеген балаларыңыз тұрмысына шыққан қыз бала, немере шүйелері баршаға өсіп келатқан қазір осындай тойға той бола берсін. Жаманды көрмей, еліміз тыныш болсын, жұрттар аман болсын, отбасыларың аман болсын, Құдай жаманды көрсетпесін. Осындай той бәрімізде бола берсін. Аспанымыз ашық, осылай бәрімізде осындай үлкен дастарханда кездесе берейік. Той бола берсін, Құдай жаманды көрсетпесін. Бәрекелді, рахмет. Все болғанда, сіздер неге шықтыңдар? Болды, рахмет онда. Орнымызға жайғасыздар. Ал енді келіңіздер, үшеуіңізбен міне. Мына бүгінгі, все мы узнали, осылай береке бірліктеріңіз кетпей, қашан осылай аман болыңыздар. Мына жерге былай тұрайықшы, бәрі көріп тұрсын біздер. Ал енді ардақты жас жұбайлар, Ередан, Әйгерім, қазақ айтады, ұштасам талабынан қаламыштай, түседі жүрген сайын жол алыстай. Өмірде әкенің орны бөлек, ол құзын баулайтұғын тоқтық ұстай демекші. Мынау жерден әкей жүрегі елжіреп, тойдың төрінде отырған әкелеріңіз отыр. Амангелді ағамыз. Мына жерде мінекей қос аналарыңыз отыр. Күнде той бола бермес, дәл осындай тыншымас, бөлінбақын жол ашылмай. Өмірде сіздерге жақын адам болмас, төрт бөліп түн ұйқысынан ашылмай деп, мына бүгінгі қос аналарыңыз Ғалия анамыз бен Замзагүл аналарыңызды сыйлап өтсеңіздер бұл өмірде, құрметтеп өтсеңіздер осы әке аналарыңызды, сонда сіздердің бақыттарыңыздың есігі қашан ашық болады. Әке ананың ризашылығы баламның бақытты болуы дейді ағайын. Сонда бүгінгі мына тойдың төріндегі ардақты әке аналар, бүгінгі мынау отау тігіп, үлкен өмірге қол ұстасып, сөз жарасып, өздері жарасып, үлкен өмірге қадам басамыз дегеннен кейін сіздердің әрине ақ адал ниеттеріңізбен, ақ тілек, ақ баталарыңызбен балаларыңызды үлкен өмірге
шығарып салу. Бір 5 жыл ғой. Осы балдар бір 5 жыл өмір сүрген кезде сіздер мына жақтан, сіздер екінші жақтан дұрыс жолды көрсетіп осы балаларға бағдар берсеңіздер, 5 жылдан кейін мына балалар бір-бірісі өмір сүре алмайтын болып қалады. Дұрыс па? Сондықтан мінекей, Құдай қаласа 5 жыл өтіп, ертең 25 жыл өтіп, күміс тойға жетіп, жарты ғасыр өткеннен кейін осы балалардың алтын тойын көруге нәсіп етсін. Ұлдары оншақты болсын, қыздарым оншақты болсын. Әр қазағымның ұлы ұлықты болсын, қызы қылықты болсын. Түсіп жатқан келіндеріңіз келісті болсын. Тойымыз той қыласын. Ендеше мына ардақты ағайын, мен айтайын дегенім, ер азамат үйленгеннен кейін қыз бала ұзатылып, тұрмысқа шыққаннан кейін өмір жолында 3 сатыда өтеді екен. Мысалы бүгін мінекей түсіп жатқан келіндеріңіз әйгерім, осы әулеттің, осы шаңырақтың бала келіні. Ертең Құдай қаласа өздері балалы шағалы әке ана болады. Осы әулетке бала сыйлап, өзіңізді әже қылғаннан кейін осы әулеттің ана келіні болады. Ертең талай жылдар өткеннен кейін анау жердің Бәтима апам ғой, Бәтима апамыздың жасына барғаннан кейін осы әулеттің ана келіні болады. Келін болып кіріп жатыр, Құдай қаласа ақ жаулықты әже болып, 100 жасқа дейін ғұмыр сүріп, тойды төрінде отырған әжелеріміздің жолын берсін, жасын берсін. Бейнетін бермей, зейнетін берсін. Баяғыда Амангелді аға, Жиренше атамызды білмейтін қазақ жоқ шығар, иә? Жиренше атамыз бар қазақтың жерінде жар салған екен, мен үйленемін деп. Сонда қазақтың бір керемет дәулетті бай орнына тұрып айтады екен: «Әй Жиренше, менің бір қызым бар, аласың ба?» деп. Жиренше атамыз сұраған екен: «Қандай қыз?» деп. «Менің қызымның 2 көзі көрмейді, 2 құлағы естімейді, тілі жоқ, 2 аяғынан жүре алмайды» деген екен. Сонда Жиренше атамыздың ойы тереңге кетіп, «Қызыңызды алам» деп жауап берген екен. Жиренше атамызды бай ертіп үйіне келсе, үйінде қарагөз сынды қызы қонақ күтіп, үйдің жұмысын тындырып жүр дейді. Үйге келгеннен кейін Жиренше атамыз бай Жиренше атамыздан қайта сұрапты: «Ай Жиренше, мана мен қызымның 2 көзі көрмейді, 2 құлағы естімейді, тілі жоқ, 2 аяғынан жүре алмайды деген кезде неге алам?» деп жауап берді деген екен. Сонда Жиренше атамыздың байға айтқан жауабы: «Сіздің қызыңыздың 2 көзі көрмейді дегеніңіз, мына дүниедегі бар байлыққа қызықпайды дегеніңіз. 2 құлағы естімейді дегеніңіз, мен жайында өсек әңгіме термейді дегеніңіз. Тілі жоқ дегеніңіз, 2 үйдің арасына өсек таспайды дегеніңіз. Аяғынан жүре алмайды дегеніңіз, 2 күннің бірінде 4 күнде шаба бермейді дегеніңіз екен». Сонда Жиренше атамызбен байдың қызы бақытты да баянды ғұмыр сүрген екен. Менің айтайын дегенім, Ғали апа, осы әулетке түсіп жатқан мінекей Амангелді ағамызбен Замзагүл апамыздың қызы тура сондай керемет келін болсын. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Ручки выше! Топ, таймы! Таймы! Топ! Ай, бәрекелді! Мына жастар бақытты болсын ба? Ай, бәрекелді! Ал енді ардақты Еридан
Айгерім жайында 3 сатын айттық. Келіннің қандай болатынын да айтып отырмыз, мысал қылып айтып отырмыз. Қазақтың келіндері өте бір келісті ғой. Соны ұстай жүрсек, бізден бақытты ел болмайды ағайын. Бізден бақытты халық болмайды. Ұлымыз ұлықты болып жатса, ұлымыз айбарлы болып жатса, қыздарымыз қылықты болып, келіндеріміз тәрбиелі, өнегелі болып жатса, сол кезде ғана біздің ұрпағымыз өте бір керемет, сондай бір жақсы халық боламыз. Ендеше мына ардақты ағайын, Еридан айналайын, не дейді енді саған? Қазір жассың, уақыт өтеді, өмір өтеді, әке боласың, баламды әлде қағып аласың. Үйдің иесі болып жатсың, қазір енді үйленіп жатсың. Саған бұлай айтайын енді. Ер азамат үйленгеннен кейін, ер азамат өзі емес, дауыс өзгереді екен. Ана жерде Қайырбек ағалар білетін шығар. Ер азамат жас кезде үйленген кезде, ой десе бойы бар, түр десе түрі бар, үйіне келіп әйеліне дауысы бүйтіп шығады екен. Айналайын, сен жата бересің ба? Барып шай қой деп, деген дейді екен жас кезінде. Жас кезде солай болады, Зантографа. Уақыт өзгереді. Уақыт өздігін алады. Анаке Серік ағам күліп отыр. Ол кісіне дауысы уже темір кеткен болды. Сосын адамның жасы, ер азаматтың жасы 35-40-қа келген кезде дауысы екінші мәрте өзгереді екен 40-45-те. Бүгін шай ішпедік, шай ішеміз бе сұрайды екен. Көрдіңіз ба 45-те? Ередан естіп отырсың ба? Екінші сатын өтеді. 55-60-қа келіп, 65-ке бет алған кезде ер азаматтың дауысы бүйтіп өзгереді екен. Сен жата бер, шай өзің қоясың. Сондықтан жастар сол сатыдан аман-есен өтіп, қазір мінекей еліміздің жастары өніп өсіп, болашақ жарқын болып, Құдай қаласа еліміздің ағасы болсын, бір әулеттің анасы болсын, данасы болсын деп Еридан мен Айгерімді тағы бір құттықтаппайыздар шағайын. Ағылдауым бекіге тасы жеңіп шаңырағым бейт болсын, көзі олшы көк сауға барма. Бәрекелді рахмет апа, олай болса орнымызға жасап жайғасайық. Апамыздың ақ тілегіне, құдағиларымыздың ақ тілегіне бокалдарымызды көтеріп жақсылап алып отырсаңыздар, содан кейін тағысын тағы бір жатармыз. Шай дастарханда әзірлеп жатыр, ендеше бір көтеріп алып қойыңыздар. Бар енді, бірінші ғана подарок бар. Мына подарокты ерекше атап өтіп, мына бүгінгі тойын төріне куә болып жатқан ертең осы баланың қызық қуанышын көреміз деп Әмин апамнан бастап бәрі дайындалып отыр. Мына тойдың төріндегі Әлішердің бауыр еті баласы Жұмабек ағамыздың немересі, дұрыс па? Тойдың төріне Имран деген кішкентай ғана қонағымызда мынадай сыйлығымыз бар. Астана қаласы, қошемет айтпаңыздар. Келіңіз. Алай бәрекелді. Жұмабек аға, сіз ренжімеңіз, бірақ балаңыз сізді әйеліңізге тартқан екен. Рахмет, әлемді ағайын рұқсат болса, қазақ айтады олай. Сорпаны қайта-қайта қайнатсаң, дәмі кетеді. Дастарханда ұзақ отырсаң, сәні кетеді дейді. Бәрі сәнді, мәнді болып отқанда, қазір енді рұқсат болса өзіңізді таныстырып кетейін. Содан кейін ағасырын артқа тастамай, машина маймен жүреді, қазақ шаймен жүреді. Мына жерде шай дастарханы бар. Құдалар шай ішсін, жастар жағы билесін. Сонымен уақытты да өткізе жатармыз, тойымыз той болсын, биге де назар аударайық. Ал енді ағайын болса тойдың төріндегі бүгінгі тойдың төріндегі видеооператор, фотографларымыз бар. Қостанай қаласынан әдейі келіп, бүгінде мінекей Ғали апамыздың бір қуанышына осындай бір командамен келіп жатқан жайымыз бар. Ендеше Қостанай қаласы, Қостанай облысының азғантай аты бар видеооператор, фотограф, студия Асылхан ұлдарымызға бір қошемет соғып қойыңыздар. Қазір ағаларым, ал ендеше ағалардың ау. Ағам, барайын, жүріңіз, ау аға. Шай ішеміз ғой. Өйткені құдалар батылып, ұяқ жақсы батып беру керек. Ой, аға біліп қоймайды аға. Бірінші той жүзі қажып. Аяқсы ағайын. Ал енді ағайын, мына бүгінгі тойдың төріндегі ана өзі бастағанда өздеріңіз айтыңыздар 40 мылтық деп е. Мына тойдың төріндегі әнші ұлдарымыз негізі Амангелді ауданының тумасы. Қостанай қаласының белгілі әншісі,
Қостанай мәдениет сарайында жұмыс істейтін өзіміздің өмірдегі досымыз, бүгінгі тойдың күміс көмешісі, ұруы 40 мылтық. Жақтарын тауып берді. Осы мен жүрген жерімде 40 мылтық болса жинап берем басқайына. Өзі бір керемет, сонда бір азаматтардың бірі, 4 колонкасы бар, бір әйелі бар, 6 баласы бар, 2 пәтері бар, 2 жұмысы бар, түндіз күндіз. Тойын төрде ұлдарымыз Құрымбаев Ерік. Бір машинасы бар, 4 қызы бар. Тоқал өз білетін. 4 кредиті бар, соны білем әйтеуір. 4 кредиті бар. Ал енді ағайын арасында да мына үлкен қуаныштың төрінде бас қосып отырмыз. Бұл да болса бір жақсылармен өткен жарты күн біз үшін бұл үлкен қуаныш қой Қайырбек құда. Мына сіздерден қарап отырып бір нәрсені үйренеміз, көп нәрсені жазып аламыз миымызға. Елдің ағалары отыр, елдің аталары отыр мына жерде. Мына қуаныш тойларыңыз аман болсын. Бүгін демек келіп, қолымыздан келгенше азғантай өнерімізбен тойларыңызды өткізіп беріп жатқан жайымыз бар. Ендеше рұқсат болса мен өзіме тоқталып кетейін, мен адам баласымын ғой. Бүгінгі тойын төріне Ғали апа келдіріп бетін ашып жатқан Құдай қаласа осы балалардың талай тойында әлі бас қосамыз, әлі кездесеміз, жолығамыз. Ең бастысы той болсын, жегеніміз қой болсын, көргеніміз той болсын ағайын. Бүгінгі тойын төріндегі асаба балаларымыз Қостанай қаласына, Қостанай облысына азғантай асабалы орным бар. Менде де шыққан елім бар, мен де ауылдың баласымын. Қазір енді азғантай қаланың баласы өзімізше. Мына айтып кеттім бе, бәріміз де осы ауылдан шыққан баламыз. Әр бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі стабильный тойы бар. Қостанай қаласының асабасы жерінде бабасының, елінде әкесінің, қолында анасының, көңілінде әжесінің, тапқан өз жарасымын, мен қасиетті қазақтың баласымын. Қонған жері ауылымның ой болса екен, сол ойда қаптап жайған қой болса екен, жалбарынып бір алладан сұрайтыным, елімде күнді думан той болса екен, сүрінсем көмішінде халық сүйеу, тыныштық сүрінбегей ақ тірегім, әкемнің қойған аты Илдар, сұрасам, менің руым Алтияр. Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Үшқарасу қасиетті ауылы. Рахмет, мына сіздердің қошеметтеріңіз аға апалар. Бізге тек қана күш береді, темір береді. Сондықтан мына Құдай қаласа тағы тойларда кездесерміз. Енді рұқсат болса, мына құдалар асқай бата берді. Енді құдалар рұқсат болса, әулеттің үлкендері бар, баталары бар, ағалары бар. Осы дастарханға бата беріп, одан кейін би алаңы бар, шай дастарханы бар. Жақсылап тойымызды ары қарай жалғайық. Ал қымбатты ақсақалды ағаларым, қашанда қабыл болған бағаларымды ақ дастархан ақ батасы өздеріңізде болсын. Құдай берсін. Әмин. Бата берем, бірақ біріншіден мен құдаларыммен, құдашаларыммен бір қышпақ қосын бата берем. Ал Қарекей аталар жасасын. Құдаш отырады. Құдағыларым, ойлағандарына жетті. Сендерде бізде жетті. Микрофонда Қуанышты болып жатырмыз. Тойланып рахмет келіп көңіл көтеріп жатырмыз. Сендерде туған ай көремін. Өйткені құдаққа барғанда алақандары мені сап құдаққа деп көтеріп жүрдіңдер. Құда жұбарып болғаны
ағасы деп сыйладым да мен сізді туғанымдай көремін. Ұрымыз басқа болғанменен дініміз бір. Құдаша жаным, әттең аяғы ауырып қалып жатыр. Денесі бар десең денесі бар. Құшақтаса құшағын сыятын тағы денесі бар. Әттеген-ай, Құдашам-ай, кеш тағы құшақтайды. Осылай ойнаймын. Рахмет, неге екі жақ құдауы отырмыз, әрқашан енді жұрттың бәрі бата беріп жатыр, батаға мен қосыламын. Атаның барлығы тілейтін жақсы болу үшін ғой балаларға. Абай сол үшін жақсы болу үшін, мұнда болу үшін арамыз ашылмасын, ойнап жүрейік деген. Құда сен көргенде мен бүкірген алып шығайын, сен мені көргенде сен бүкірген алып шығайын. Ай, бәрекелді. Ақсақал алдына жолға шықпай жатыр. Молодец. Союздан алған не ғой? Дұрыс айтыңыз құда. Ал қанекей тартыңдар. Ал енді Азат ағайын жаңбырменен жерге берген, батаменен елге берген. Көріп отырсыздар, бүгінгі күнде бана шайдай ашық күн, Ередан мен Әйгерім күнінде жауын да жауып жатыр. Алланың берген нұры. Ал енді әмин арбатаңыз қабыл болсын. Құдайым оласын, әулиет оласын. Құдайым жаздай бер, жаздай берсең жаздай бер. Құдайым күздей бер, күздей берсең күздей бер. Құдайым қыстай бер, қыстай берсең қыстай бер. Алла Тағала ойлаған ойларына жетіңдер. Жасартқандарың мол болсын, қуаныштарың көп болсын. Алладан тілеген тілектерін Аллаға сұрап білесің. Бала-шағаларың көп болып, осындай қуанышқа жете берді. Осы берген батам Алла Тағала құлағына шалынсын, дәмін. Аумин, бәрекелді. Бата берген атамнан айналайын, атам берген ақ батадан айналайын. Ақ тілек ақ баталар қабыл болсын, күнді көргеніміз той болсын. Ендеше ардақтайын бүгінгі жастарымыздың бүгінгі бас қосу тойы. Осы әулеттің құда күді той жақсы бітті, менің жұмысым осымен бітті. Келесі тойда кездескенше аман сау болыңыздар ағайын. Жасай берсін қазақ елі.